6 сыныптың қазақ тілі пәнінен 5-6 сабақ ел тарихы ұлттық құндылық тақырыбына арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Мына сұраққа жауап берсек, қазақ елінің тарихы туралы не білесің? Қазақ елінің тарихы бұл терең әрі бай, көп ғасырлық даму жолы бар мәдениеттің тарихы. Қазақ халқының қалыптасуы 15-16 ғасырларға жатады. Сол уақытта Керей мен Жәнібек ханның бастауымен қазақ хандығы құрылды. Қазақ хандығының кезеңінде халықтың бірлігі, мәдениет мен өнері гүлденді. Тарихи деректер бойынша қазақтар көшпелі өмір салтын жүргізген, мал шаруашылығымен айналысқан. Қазақ елінің тарихы тек хандар мен батырлармен ғана емес, сонымен қатар халықтың салт дәстүрі, әдет ғұрыптары, тіл мен мәдениетімен тығыз байланысты. 19-20 ғасырларда қазақ халқы патша үкіметінің отарлау саясатына қарсы күрес жүргізді. Бұл кезеңде Алашорда қозғалысы, алаш қайраткерлері мен ұлт азаттық көтерілістері орын алды. Кеңес үкіметінің кезеңінде қазақ тарихында маңызды рөл атқарды. Осы кезде ауыл шаруашылығын ұжымдастыру, индустриализация, мәдениет пен білімнің дамуы болды. Дегенмен бұл кезеңде қазақ халқына қарсы жаппай репрессиялар, ашаршылық сияқты трагедиялар да орын алды. Қазақстан 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін елдің тарихы жаңа кезеңге қадам басты. Бүгінде қазақ халқының мәдениеті, тілі мен тарихын зерттеу, сақтау, дамыту бағытында көптеген жұмыстар жүргізілуде. Оқушылар, бұл деректер сіздерге арнайы энциклопедиядан алынған. Туған тарихты білу әркімнің парызы дегенді түсіну үшін алдымен тарихтың мәні мен маңызын түсіну қажет. Туған тарихты білу бұл өз ұлттық мәдениетіңді, тіліңді, дәстүріңді және руханиятыңды тану. Әрбір адам өз халқының тарихын білу арқылы оның байлығын, өткенін және сол арқылы бүгінгі болашақтағы жауапкершілігін түсінеді. Тарихты білу бұл ұрпақтан ұрпаққа берілетін тәжірибе мен даналық. Туған тарихты білу арқылы біз өткенімізден сабақ алып, өзіміздің мәдениетімізді, салт дәстүрімізді сақтап дамытуымыз қажет. Туған тарихты құрметтеу бұл ұлттық бірегейлігімізді, ұлттық құндылықтарымызды танып, оларды ұлықтау. Сонымен қатар туған тарихты білу бұл өз еліміздің, жеріміздің тарихын, оның даму кезеңдерін, мәдениетін, әдебиетін тану арқылы патриотизм сезімін ояту. Тарихымызды біле отырып, біз өзіміздің ұлт ретінде қалыптасуымызға, болашағымызды қамтамасыз етуімізге көмектесеміз. Сондықтан туған тарихты білу бұл әр адамның парызы, өз отанына, халқына деген сүйіспеншілігі мен құрметінің белгісі. 5-ші тапсырма, мына кестегі сөздерді қолданып сөйлем құрап жаз. Ғажап. Аспанның кешкі көрінісі қандай ғажап. Жұлдыздар мен ай жарқырап тұр. Кіріңіздер. Біздің үйге қош келдіңіздер. Кіріңіздер. Ойпыр-ай. Ойпыр-ай, бұл жерде не болып жатыр? Бәрі тым қызық. Әдемі. Сіздің салған суретіңіз әдемі. Мен оған таң қалдым. Сұмдық. Кеше болған жаңбырдың сұмдық күші бәрімізді таң қалдырды. Кет. Кешір. Бірақ мен қазір кетуім керек. Тоқтат. Сені 1 минутқа тоқтатқым келеді. Менің бір нәрсе айтуым керек. Бұлай тұр. Мен анық көре алмай жатырмын. 6-шы тапсырма, мәтінді көңіл бөліп оқы. Әрбір абзацтағы негізгі ақпараттарды белгілеп, маңыздылығына қарай бөліп жаз. Яғни біз бірінші бұл мәтінді абзацтарға бөліп алуымыз керек. Мысалы, бірінші абзацты мен қазақ халқының қонақжайлылығы деп атасам, екінші абзацты ұлттық қалпын жоғалтпаған қазақ халқы деп атадым. 7-ші тапсырма, үлгіге сәйкес оқылым мәтіні бойынша өз пікіріңді дәлелдеп айт. Қазақ халқы 1000 жылдық тарихы бар, бай мәдениетімен, салт дәстүрімен, ұлттық ерекшеліктерімен танымал халық. Оның ең басты құндылықтарының бірі қонақжайлылық. Қазақтар үшін қонақ қадірлі адам. Қонаққа деген құрмет, мейірімділік көрсету бұл халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан мәдениетінің ажырамас бөлігі. Қазақтың қонақжайлылығының негізі адамдардың арасындағы өзара сыйластық, ізгілік, бауырмалдық. Қазақтар қонақ келгенде барын бөліп ең жақсысын ұсынуға тырысады. Мысалы, дастархан жайып, ұлттық тағамдарды кеспе, бешбармақ, бауырсақ, қымыз және басқа да дәмдермен қонақты күту бұл қазақ халқының ежелгі дәстүрі.
Осындай қонақжайлылық арқылы қазақтар достық пен ынтымақтастықты нығайтып, мәдениетінің тереңдігі мен байлығын көрсетеді. Ұлттық қалпын жоғалтпаған қазақ халқы өзінің дәстүрлерін, салт-дәстүрлерін, тілі мен мәдениетін сақтап дамытуда. Бүгінде жастар арасында ұлттық киімдерді кию, халық әндерін, ойындарын насихаттау, ұлттық тағамды әзірлеу сияқты дәстүрлер қайта жаңғыртылуда. Қазақ халқының мәдениетін сақтау, оны келер ұрпаққа жеткізу біздің басты міндетіміз. Қазақ халқының ұлттық қалпы оның тілі, діні, мәдениеті мен дәстүрлерінің сақталуында, ұлттық санамызды қалыптастыруда ата-бабамыздың даналығы мен тәжірибесін ұмытпауымыз қажет. Туған жеріміздің тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін білу біздің парызымыз. Қонақжайлылық пен ұлттық қалпын сақтаудың маңызы зор. Бұл қазақтың ұлт ретінде қалыптасуы мен дамуының негізі. Қонақжай болу тек бір сәттік іс емес, бұл адамның жүрегінде, сана сезімінде, мәдениетінде орныққан қасиет. Сондықтан біз халқымыздың осы бір асыл қасиетін бағалап, оны әрі қарай дамытуымыз керек. Қазақ халқының қонақжайлығы біздің ұлттық ерекшелігіміздің бір бөлшегі. Осы қасиет арқылы біз елімізді, мәдениетімізді, салт-дәстүрімізді дәріптеп дамыта аламыз. Бүгінде қоғамымызда бәсекелестік артып, мәдениеттер араласып жатқан заманда қазақ халқының ұлттық қалпын жоғалтпай, қонақжайлығын одан әрі нығайту біздің басты міндетіміз. Оқушылар, бұл тапсырманың жауабын сіздерге анық, дәл және өте үлкен көлемде көрсеткім келді. Өйткені қазақ халқының ерекше бір қасиеті қонақжайлылыққа өте бір жақсы, ерекше ілтипаттылықпен, ерекше бір назарлықпен тоқталғым келді. Сондықтан бұл сұрақтың, бұл тапсырманың жауабында өзіңізге керегін ықшамдап, өз түсінгеніңіз бойынша алсаңыз болады. 8-ші тапсырма: оқылы мәтіндегі ақпараттардың реттік санын мазмұнына сәйкес дұрыс жаз. Бірінші сөйлемге қандай халық болсын, оның жер жағдайы мен тұрмыс тіршілігі сол халықтың болмысына, мінез-құлық жаратылысына өз таңбасын салып санасына сіңетіні белгілі. Екінші сөйлемге бәлкім содан болар ата-бабаларымыз кісі көрсе қуаныпты деген сөзді жатқызсақ, үшінші сөйлемге сонда да өзіне тән ұлттық қалпын шамасы жеткенше сақтап келеді деген сөзді жатқызамыз. 9-шы тапсырма: төменде берілген сөйлемдерді пайдаланып, тәуелсіздік күніне арналған құттықтау хат жаз. Екпіннің түрлерін қолдан. Құттықтау сөздерге мына сөйлемдерді пайдалануымыз керек. Егемен еліміздің тәуелсіздік күні құтты болсын. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Еліміздің бірлігі нығая берсін. Ұрпақтарымыз бақытқа бөленіп, шаттықта өмір сүрсін. Тәуелсіздік ата-бабаларымыз аңсаған ұлы күн. Әр ұлт үшін, әр халық үшін тәуелсіздіктен асқан бақыт жоқ деген сөйлемдерді құрауымыз керек. Оныншы тапсырма: төмендегі сөздер мен сөз тіркестерін құрап мәтін жаз. Сөйлемдерде тіркес екпіні, дыбыс екпіні болуын ескер, олардың астынсыз. Ата-баба тарихы, біздің ел, тәуелсіздік, халық арманы, құндылық, тарихтың әр парағы, менің ойымша бостандық, аманат шежіре деген сөздерді қолдануымыз керек.